Сәлем балақай, бүгін мен саған орыс халқының ертегісі бауырсақты оқып беретін боламын. Тыңдауға дайынсың ба? Ендеше кеттік. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып, кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп беріңізші, дейді екен. Не дейін? Пісірейін. Оны жоқ қой, дейді кемпір. Әй кемпір-ай, қойманың түбін қырнап көрсеңші, бауырсақтың ұн табылып қалар. Кемпірі қоймай түбін қырып екі уыс ұн табады да, қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалап келіп, терезе алдындағы орындыққа, орындықтан еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі домалай береді. Бір кезде оған қоян жолығып, бауырсақ, мен сені жеп қоямын дейді. Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін, онан да соны тыңда, дейді. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шыланған, пісіріп маймен сыланған, суытып та сынағы, бауырсақпын сулаған. Атайдан да құтылдым, әжеден де құтылдым, қоян, сенен де құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ қашып кетеді. Бауырсақ алға қарай домалай жөнеліп, қоян аңырап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді екен. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін. Бауырсақ әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шыланған, пісіріп маймен сыланған, суытып та сынаған, бауырсақпын сулаған. Атайдан да құтылдым, әжеден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқыр, сенен де құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ домалай жөнелді. Қарсы алдынан қорбандап аю шығады. Ол, әй бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді. Жоқ, мені жеме, мен саған өлең айтып берейін, деп жауап береді. Бауырсақ, әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шыланған, пісіріп маймен сыланған, суытып та сынаған, бауырсақпын сулаған. Атайдан да құтылдым, әжеден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым. Маймақ, сенен де құтылу қиын емес бұл маған. Бауырсақ домалай жөнеледі. Аю оның ізіне үңіліп қала береді. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. Амансың ба, бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы. Бауырсақ мақтағанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. Түлкі болса, құмарта тыңдаған болып, қыбырын білдірмей, бауырымен сырғып, оған жақындай береді. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын сулаған. Атайдан да құтылдым, әжеден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкіден де құтылу қиын емес бұл маған. Әдемі өлең екен, дейді түлкі. Айналайын-ай, қартайған шағым ғой, құлағымның мүкісі бар. Қане менің мұрныма шық, өлеңді тақта бір шырқап берші. Бауырсақ өлеңнің мақтағанына мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады да, әже қойма қырнаған, деп өлеңдете бастағанда, түлкі бауырсақты ап етіп бір-ақ асапты. Балақай, саған бүгінгі ертегі ұнады ма? Ұнаса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп қой. Себебі мен өзім каналымда көптеген ертегілерді шығарамын. Ендеше, сау бол!